Оның қарсыласы алаңның көпіршілері кәсіпқой боксшының рекордында 5 жеңіс, 3 жеңісі нокаутпен. Көкшетау Қазақстан, қарсыласыңыздар Талғат Шайкен. Сонымен матчтың бас төрешісі Бауыржан, кешіңіздер. Бауыржан Ысқақов, құрметті көрермен, ендеше басталды. Сонымен алғашқы жекпе-жекке куә болайық. Жаңа сөз басында айтып өткеніміздей, бұл кештің негізгі жекпе-жектері осы Омар Марабаев пен Талғат Шайкенов арасында, сондай Өмірбек Бекназаров пен Рай Сейітжанов арасында кездесулер болуға тиіс еді, бірақ Талғат пен Райдың осы бүгінгі күні кеште Англияға ұшатыны белгілі болып тұр. Яғни олар алдағы желтоқсанда өтетін, тамаша Алматыда өтетін бокс кешіне дайындық жасау үшін Англияға ұшып кетеді. Сондықтан олардың режимі тығыздау болғандықтан ол кездесуде алға шығарылып отыр. Білесіздер, Омар Марабаев 42 жаста, осы жарысқа қатысушы, бүгінгі бокс кешіне қатысушы ардагер спортшылардың бірі, ал оның қарсыласы дәл өзінен 21 жас, 2 есе кіші Талғат Шайкенов екенін жастарыңыз жақсы білесіздер. Шайкенов 5 кездесу өткізді осыған дейін. 2020 жылы шілде айында дебют өтуге тиіс еді, бірақ карантин салдарына байланысты біраз шегіндірілді. Дегенмен Талғат 2020 жылдың 23 тамызында кәсіпқой бокстағы алғашқы кездесуін Берікбай Нұрымбетовке өткізіп, тамаша жеңіске жетті. Одан кейін де Талғаттың еншісінде Бахром Паязовтан, Максим Чурбановтан, Евгений Павкодан, Александр Шароновтан жеңістер бар. Демек, осыған дейінгі қарсыластарының бәрін тізе бүктіріп десек болады. Соңғы рет Талғат Шайкенов жұрттың алдына 2021 жылдың 10 шілдесінде шықты. Қазір міне Омар Марабаевқа ешқандай мүмкіндік беретін емес. Омар ардагер спортшы екенін айтып өттік. Ол ең алғаш жалпы 2013 жылы кәсіпқой боксты бастаған болатын. Алғашқы қарсыласы Қанат Абдрахмановты жеңгеннен кейін Омар бірақ одан кейін қарсыластарының бәрінен жеңілді. Яғни 8 кездесуде қатар ұтылды. Сондықтан бүгінде ол Талғат үшін аса қауіпті қарсылас бола қоймайды деп сенеміз. Талғат оны әдегеннен тықсырды. Міне алғашқы 8 раундқа созылатын кездесудің алғашқы раундында тіпті Омарды соққылармен кәдімгідей есеңгіретіп жатыр. Осы кезден ақ біз Омардың қорғанысы тіпті әлсіреді. Біз тіпті кездесудің аса ұзаққа созыла қоймайтынын байқайтын секілдіміз. Талғат өзіне тән мәнермен, яғни сол қолды толғай жұмсап, қазір қарсыласына еш мүмкіндік беретін емес. Қазір Омар тек қорғаныс үстінде және құлақ шеке ашық қалды. Дәл сол тұстан Талғат әдемі көздеді. Және бүйректен қазір сол жақтың бүйрек ашылған сәтте, бүйректі қорған сәтте құлақ шеке ашылып жатыр. Осында Талғат жақсы көздеп отыр. Яғни байқауымызша кездесуді алысқа созбайтын секілді. Сонымен тағы да сол қолмен бүйректен соққы. Дәл осы соққыдан кейін Омар кәдімгідей есеңгіреген еді, бірақ гонг құтқарған секілді. Сонымен бірінші раунд Талғат Шайкеннің айқын басымдығымен аяқталып отыр. Завершен у нас первый раунд, и первый раунд показал, что практически нету, наверное, шансов у Омара Марабаева. Все-таки разница в возрасте, практически 20 с лишним лет между этими боксерами. Талгат Шайкен сегодня вечером вместе с Раем Сейітжановым улетают в Великобританию, будут готовиться там, проводить свои спарринги. Поэтому сегодняшние бои между Омаром Марабаевым и Талгатом Шайкеном, а также Умурбеком Бекназаровым из Узбекистана и Раем Сейітжановым начались сегодня первыми в связи с отлетом этих бойцов. Напоминаю, что и Рай Сейітжанов, и Талгат Шайкен являются боксерами компании MTK Казахстан. И вот сегодня в 15-м ивенте Тукешев Боксинг они проводят свои поединки. Связано это с тем, что, скорее всего, большой простой был между боями у этих
бойцов. Талгат Шайкен последний раз 10 июля на большом вечере бокса MTK Fight Night выступал против Евгения Шаронова. И вот практически с июля уже не дрался. Поэтому сегодня вот такая небольшая у них, скажем так, подготовка. Нельзя простаивать этим боксерам. И Талгат Шайкен во втором раунде. Посмотрим, что покажет, какой бокс. Омар Марабаев к концу первого раунда уже совершенно обессилен был. И посмотрим, сможет ли великовозрастный ветеран во втором раунде что-то показать против Талгата Шайкена. В 14-м ивенте Омар Марабаев против Адлета Дамешева боксировал и тогда проиграл. Ну, уже мы сказали, что 10 боев на профессиональном ринге Марабаев провел. С 2013 года выступает. И всего лишь одна победа на его счету. Талгат Шайкен, вот, можно сказать, загнал в угол Марабаева. И посмотрим. Сейчас уже град ударов идет со стороны Шайкена. Омар Марабаев, ну, вроде что-то пытается ответить в ответ Шайкену, но не дает никакой возможности выбраться из этого капкана Талгат Шайкен Омару Марабаеву. И сейчас будем смотреть, что рефери какое решение примет. Но пока держится Омар Марабаев. 14 пар у нас. Кстати, мы отметили, что свой дебют на профессиональном ринге Талгат Шайкен провел против Берикпая Нурумбетова. Сегодня он тоже будет у нас выступать против Далера Еникеева из Чимкента. Берикпай Нурумбетов появится на этом ринге. Но подустали уже боксеры. Марабаев руки совсем отпустил. Талгату Шайкену сейчас нужно уже, скорее всего, работать. Да, на окончании этого боя и останавливает. Нокдаун отсчитывает рефери. Готов. Поднялся Омар Марабаев. Чувствуется сильная усталость Марабаева. Отличный удар в корпус. И сейчас просто добивает Талгат Шайкен своего оппонента. Град ударов, серия в печень. Конечно, это непросто для Марабаева. И около 10 секунд до завершения второго раунда. Да, второй раунд у нас закончен. Выстоял Омар Марабаев.